Самат, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Бізге сұхбат беруге дайынсыз ба? Дайынмын. Бірінші рет қазақ тілінде беріп отырмын. Қазақ тілінде алғашқы сұхбатымыз. Алғашқы. Эксклюзив. Көңіл күйіңіз бәрі жақсы болса, сұхбатты бастаймыз. Қазір адамдар неге біреудің ақылына мұқтаж? Не себепті? Адамның нәпсісі, эго дейміз ғой. Эгосы әрдайым ақша немесе признание дейді ғой. Мақтауды талап етіп тұрады әрдайым. Мақтауды қалап тұрады. И ақшаны қалап тұрады. И олар ойлайды, осы ақылды алып, мен бай боламын деп. Соңында адам бай болғысы келеді. Сол үшін түп негізі бай болу. Бай болу немесе жаңағыдай мақтауды, признанияны қалай айтуға болады, мысалы, мақтауды алғысы келіп тұрады. Өз-өзін мақтаса екен, мен жайлы елдер жақсы ойласа екен деген ой арқылы, біреудің ақылы арқылы мақтанғысы келіп тұрады дейсің. Соны оқыдым, немесе содан білім алдым, мен де осындай ақылды болдым деген сияқты нәрсе ғой. Өз-өзін көрсеткісі келеді, немесе ақша тапқысы келеді. Соны білу керек те, эго нені қалайды. Қазір енді ақыл сатылатын заман болып тұр ғой. Бұл қаншалықты маңызды? Сатылған дұрыс па? Өйткені ақылды алып, біз оны өмірде қолдана білу керекпіз. Өмірде қолданған кезде ақыл қабілетке айналу керек. Құр ақыл ол просто информация ретінде қала береді. Сол үшін қазіргі кезде коучтар, осы ақыл беретін адамдар көп, бірақ именно қабілет беретін коучтар аз. Сол үшін адамның қабілетін дамыту керек. Тек құр ақылмен адам алысқа жетпейді. Ақыл мен қабілет бірге қосылу керек та. Сол үшін адамдарға тек қана ақыл бермей, сол ақылды қалай өмірде қолдану керек екенін айту керек. Сонда даналық дейді. Даналық ол өмірде қолданған ақыл деп айтады. Енді біз әрмен қарай сұхбатымызды, толық сұхбатымызды студияда жалғастырайық. Кеш жарық, құрметті көрермен, эфирде менің өмірім бағдарламасы. Сіздермен бірге Айгүл Ысқақ. Ал бүгінгі біздің бағдарламамыздың құрметті қонағы коуч, трансформатор Самат Амалбаев. Ал Самат, әңгімеміздің тақырыбын біліп отырсыз, менің өмірім бағдарламасы. Ең бірінші сіздің өміріңіз жайлы білгіміз келеді. Яғни туып өскен жеріңізден бастасақ әңгіме. Туған жерім ол Тараз қаласы. Әке-шешем сол жерде оқыды. Тараз технологиялық университетінде студент болып жүрген кезде мен дүниеге келдім. Ата-анаңыз, ата-анам, студент болып жүргенде мен дүниеге келдім. Сол общежитиеде тудым. Сол жақта. И сосын олар уже университетін бітірді. Жатақханада туылған баламын дейсіз ғой? Жатақханада туылған баламын. Студенттердің арасында болдым. Сол жақта өстім кішкентай кезімде. Сөйтіп, потом уже бір жасқа толғаннан кейін біз әкемді распределениеға жіберді басқа қалаларға. Ол технолог, зерновик, шар деген станция бар Семей жақта. Сол жерде бидай өңдейтін заводқа инженер қылып жіберді. Сөйтіп сол жақта тұрдық. Шар станциясында тұрдық. 6-шы классқа дейін сол жақта тұрдым. Сосын ол завод банкротқа ұшырады. Барлық адамдар бизнес бастай бастады. Сөйтіп мен әке-шешем бизнес бастап Алматыға көшіп кетті. Қандай бизнеспен айналыстыңыз? Олар сол сату. Базарға шықты. Базарға шықты, сатты. Мен де кішкентай кезімнен солармен көмектесіп сата бастадым. Саудамен айналыстым. Саудамен айналысты. Мен де саудамен көмектесіп сол саудамен 6-шы класстан бастап. 7-ші класстан бастап жаз бойы базарда сауда жасадық. Сөйтіп қазіргі мысалы менің сату, маркетинг, реклама деген менің қабілеттерім сол кішкентай кезімнен қалыптасқан деп ойлаймын да, сол әке-шешеме көмектесу арқылы. Сөйтіп 6-шы класстан бастап Алматыда өстім, жоғары класстарда Алматыда оқыдым, университетті де Алматыда бітірдім. Қай университетте оқыдыңыз? Мен кішкентай кезімнен дипломат болғым келді. Сөйтіп мен Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар университетіне түстім. Халықаралық қатынас факультеті дипломатиялық жұмыс специальностьіне түстім. Соны бітірдім, МИДта жұмыс істеп көрдім, сыртқы істер министрлігінде жұмыс істеп көрдім, бірақ маған сол кезде мен білдім, что мемлекеттік қызмет маған келмейді екен. Бірақ кішкентай кезімнен менде арман болды да, істеу керек. Сол кезде менде кризис болды. Ең бірінші кризис, когда сен кішкентай кезіңдегі мечта дейді ғой. Арманым, оказывается, ол менікі емес екен. Маған ұнамайды екен деген кезде, сол кезде менде бірінші кризис болды. Ол, может быть, мүмкін менің әке-шешемнің арманы шығар,
бірақ мен может бір жерден көріп алдым, сол телевизордан, может быть, президенттің қасында жүрген. Сол дүниені қалыптастырдым дейсіз ғой өзі. Иә, мемлекеттік қызмет менікі емес екенін білдім. И резко өзімнің немді бұрдым бизнесқа. Бірақ оқу керек қой кәсіпті. Деп ол кезде болашақ бағдарламасы жақсы жұмыс істеп жатқан. И мен Швейцарияға грантқа түстім. Қонақ үй бизнесіне неге түстім? Магистратураға түсіп, сол жақта 1,5 жыл бизнесті оқыдым. Швейцариядан келіп, уже үлкен Қазақстандағы ең бірінші 5 жұлдызды люкс отелін аштық. Ритц-Карлтон деген. Кәсіпкерлік тәжірибем содан басталды. Қазірде бар ма бизнесіңіз? Жоқ, маған қазір 37 жастамын. 33 жаста мен бизнестен шықтым. Полностью бизнес шықтым. Мен басында компанияларда жұмыс істедім. Менеджер болып, специалист болып, сөйтіп өстім, компанияларда өстім. Әртүрлі халықаралық компанияларда жұмыс істедім. Өстіп, карьерам өсті, директорға дейін өсті, генеральный директорға дейін өстім, коммерческий директор, әртүрлі сондай нелерді орындарда отырдым. Лауазымдар алдым. Содан кейін Дубайда 2 жыл тұрдым. Дубайда үлкен компания бар, Дамак деген. Сонда халықаралық дамыту директор болып істедім. Сол компанияда. Ең жас қазақ, жалғыз қазақ болдым. Ең жас сондай маман иесі болды. Директорлық позицияны ұстаған ең бірінші қазақ болдым сол жақта. 2 жыл сонда істедім. Содан кейін ойладым, мен қанша білім алдым, тәжірибе алдым, енді Қазақстанға келіп, соны қолдану керек деп ойладым да. Сөйтіп Шымкент қаласына келем, Дубайдан. Шымкент қаласына келем. Шымкент қаласында Отау деген компания болды. Қайрат Молдасиев деген үлкен кәсіпкер. Сол кісімен бірге үй сала бастадық Шымкентте. Үлкен коттеджный городок салдық. 40 гектарлық жерге үлкен, с нуля үлкен коттеджный городоктар салдық. Таунхаустар салдық. Ең бірінші люкс, жаңағыдай люкс коттеджный городок дейді, соны бірінші біз салдық сол жақта. Көптеген тұрғын үй кешендерін салдық. Сөйтіп сол жақта 3 жыл істедім. Шымкент қаласында 3 жыл істедім, 3 жыл тұрдым, өте ұнады. Достарым көп Шымкент қаласында. Туыстарым сол жақтан, әкем сол Шымкент қаласынан. Содан кейін уже мен сезіне бастадым, мен жаңағы компаниядан уже өсіп баратыр. Мен потенциалым жалдамалы жұмысшы емес, уже өзімнің бір нәрсемді ашайын деген уже ішімнен не келді? Сезім келді. Потенциалым ары қарай бар екен деп. Сөйтіп Қайрат ағамен сөйлестім, ол айтты, все, сәттілік деп мен жіберді. Содан кейін мен ары қарай уже бизнеспен айналыса бастадым. Холдинг құрдық. Әртүрлі бизнестер, ауыл шаруашылығы, образование, құрылыс, әртүрлі бизнестерді басқара бастадық. 1 миллиардқа дейін ақша айналымынан жеткіздік компанияны. Сөйтіп 33 жасымда менде келесі кризис басталады. Мен кішкентай кезімнен армандаған жаңағыдай ақша, лауазым, бизнес деген барлығы маған уже бақыт әкелмейді екен. Ішімде сездім, что мен бәрі бар, бірақ ішімде андай бір нәрсе жетіспей тұр. Бірақ білмеймін не жетіспейді. Вроде бәрі бар, бірақ бір нәрсе жетіспейді. Өз-өзімді іздей бастадым сол кезде. 30 жасымда өз-өзімді іздей бастадым. Мен вообще миссиям не бұл өмірде? Не істесем бақытты болам деген сұрақ мені мазалай бастады. Сол кезде адам өз-өзін іздей бастаса табады екен ғой. Мен соны ұқтым. Өз-өзімді іздей бастадым. Әртүрлі мамандарға бардым, коучтарға бардым, предназначение миссияны табатын коучтарға бардым, астрологтарға да бардым, нумерологтарға бардым, көріпкерлерге де бардым. Мен нем, миссиям неде деген секілді. Бармаған адамым жоқ. Ол кісілер сізге қалай жауап берді? Білесіз ба, ең қызығы барлығы бір нәрсе айтты. Сен білім беру керексің деді маған. Барлығы, біреу айтты, сен педагог болғансың, біреу білім беру керексің деді. Негізіне мен білім беру керек екенмін. Мен ойлаймын сонда, қандай білім беремін мен? Нені үйретемін мен деген ой келді. Келесі уже этап, қандай білім беремін деген. Бизнесті үйретейін ба, сатуды үйретейін ба, маркетинг, рекламаны үйретейін ба, жарнамалауды үйретейін ба, нені үйретейін, адамдарды қалай басқаруды үйретейін ба деген көп ойлар келе бастады. Астанада кімге бардым? Санди Султан деген ораторлық мастерствоны үйрететін маманға бардым. Сол жерде көптеген кісілермен таныстым. Цифрлық психологиямен заниматься ететін Анар деген әйел. Мен таныстым, ол маған айтады, сен жай бизнес білім бермеу керексің деді маған. Сен рухани білім беру керексің деді. Сондай рухани адамдарды рухани көтеретін білім беру керексің деп маған сондай не берді. Тек қана ақша табуды емес,
именно адамның ішінде болады ғой әртүрлі страдания дейді ғой қазір адамдар мұңайып қайғырып жүрген қайғыны емдеу керексің демеуші бол дегені ғой. и соны айтқан кезде маған ол мен оны сездім, түсіндім не екенін. Содан бастап мен іздене бастадым, әртүрлі коучтардан оқыдым, рухани коучтардан оқыдым, суфизмді оқыдым. То есть мен уже рухани білім ала бастадым. Суфизм деген бар, каббала деген бар, ол Израильда еврейлердің рухани білімі. Мен әртүрлі білімдерді ала берем. Соның бәрін алып, қосып, синтездеп, сөйтіп қазір кезде өзімнің методикамды шығардым. Рухани білім ол адамды ештемеге әкелмейді. Рухани білімді бизнес пен ақша табумен қостым. Өйткені мен өзім кәсіпкер болдым ғой. Мына жақтан рухани білімді алдым. Сол екеуін қостым. И мен түсіндім, адам қай кезде шынайы бақытты болатынын түсіндім. Ол осы өмірде де және ақша тауып, семья құрып, өзінің жақсы көретін жұмысын жасау керек. Және де адам рухани даму керек. Құдайды табу керек, Құдайды түсіну керек өзі ішінде Құдайды түсіну керек. Рухани заңдылықтарды қолдана білу керек, карманы түсіну керек мысалы Осы материалдық бизнес білімді адам бүйтіп қосқан кезде нағыз бақытты болады екен. Мен өзім бірінші солай бақытты болдым и соны адамдарға үйрете бастадым. Ол методика менде духовный материалист деп аталады. Орысша духовный материалист, рухани материалист адам болу керек Ол осы өмірдің рахатын, ләззатын ала білу керек, ақша таба білу керек, ақшаның заңдылықтарын білу керек, бизнесті жасайтын заңдылықтарды білу керек. Сонымен қатар ол Құдайды тану керек. Тек Құдайға сену емес, Құдайға табыну емес, именно Құдай бізден не талап етіп отыр? Менің миссиям не? Мен қалай осы адамдарға қалай көмектесе аламын, осы қоғамға қалай көмектесе аламын, осы қоғамды қалай дамыта аламын деген сұрақтар қою керек. Сол кезде, соның бәрін ұштастырған кезде адам шынайы бақытқа қол жеткізеді екен. Біреуге пайдасы тиген кезде дейсіз ғой. Коуч бізге жуырда қосылған дүние ғой, шынайы. Бұрын ондай болмаған ғой. Бұл қай жақтан келген дүние және коучтың миссиясы не? Коучтың миссиясы адамдардың ішін мазалап жүрген сұрақтарға жауап беру, бірінші. Екінші, адамдарға жаңа қабілет беру. Және де ішіндегі мұңын бір болады ғой, ішін өзінің адамды қайғырып жүрген сұрақтарына жауап беру. Сол коучтың несі. Коуч адамдардың мақсатына жеткізу керек. Жеткізуге көмектесу керек. Қасында партнер секілді жұмыс істеу керек. Коучтардың екі түрі болады. Мотивациялық коучтар және трансформациялық коучтар деген екі түрі болады. 95% біздің нарықта мотивациялық коучтар. Адамға мотивация береді. Сен істей аласың, алға. Ауызбен айтады. Деген бір энергия береді, мотивация береді Басқалар міне осындай дәрежеге жетіп отыр, сен де оған жете аласың деген секілді адамға сондай сенім артады. Ол жақсы, бірақ бір-екі айға ғана энергия береді. Ары қарай адам қайтадан энергиясы түседі. Менің методикам ол трансформациялық коуч. Ол адамның эгосымен жұмыс істеу, нәпсісімен, эгосымен жұмыс істеу. Адамның ішіндегі тереңде жатқан, подсознанияда жатқан, түп санада жатқан установкалар бар, блоктар бар, әртүрлі травмалар бар. Солармен жұмыс істеу. Моральмен, принциппен, моральмен жұмыс істеу. Адамда моральмен өмір сүреді, принциппен өмір сүреді. Осылай болу керек дейді адам айтады. Барлығы тең болу керек. Барлығы шындықты айту керек. Барлығы рухани болу керек. Барлығы мені түсіну керек. Барлығы маған комфорт жасау керек деген адамның ішінде барлығы маған рахмет айту керек деген әртүрлі моральдық принциптер бар адамның ішінде. Сол мораль принциптармен өмір сүрген адам соңында қайғырады. Өйткені ол оны аламайды ғой. Ол қанағаттанбайды, оған ол адам ондай әсер етпейді. Кейбіреуі рахмет айтпады деп те ренжіп жатады ғой. Соның барлығы соңында адамды қайғыға әкеп соғады. Адам полностью қайғырады. Сол үшін адам баласынан ештеңе күтпей деген бекер айтылады. Бірақ ол өте қиын. Ештеңе күтпей өмір сүру ол өте қиын. Ол үшін адам полностью өзінің түп санасын зерттеу керек. Не бар менің ішімде? Қандай программалар менің ішімде бар? Соларды шығарып, соларды мойындап, сол программалармен, сол бағдарламалармен адам жұмыс істеу керек. Трансформациялық коуч сол бағдарламамен, сол программалармен, сол травмалармен жұмыс істеуге көмектеседі. Тек қана психологтар секілді
өткен өмірмен емес, коучтар ол адамға болашаққа бағыт береді. Егер психологтар ол өткен өмірмен жұмыс жасаса, коучтар ол болашақпен жұмыс жасайды. Психологтың көмегінен гөрі коучтың көмегі адамға көбірек дейсіз ғой. Да, адам қайғырып келсе, қатты травмалармен келсе, лучше ол кісіге психологқа барған дұрыс. Адам өзінің жаңағы ішіндегі кішкентай кезіндегі травмаларын, әке-шешесімен қарым-қатынасын барлығын реттеп келген кезде уже коучпен жақсы жұмыс істей алады. Ол уже болашаққа бара алады. Өткен өмірі, травмалары, әке-шешесіне деген жаңағы ызасы, ренжісі оны ұстап тұрмайды. Бізді бүкіл травмаларымыз артқа тартып тұрады ғой бізді. Сол травмалармен жұмыс істеу арқылы біз арқадағы грузды шешіп лақтырамыз да, и сол кезде біз алға жүре аламыз. Арқадағы жүкті лақтырып жіберу керек, сол кезде біз алға жүреміз дейсіз ғой. Бірақ қазір кезде мамандар уже бәрін білу керекпіз. Біз и психологияны да білу керекпіз, коучингті білу керекпіз. Сөзбен айтқанда жан-жақты болу керек. Жан-жақты болу керек. Дінді де білу керекпіз, әртүрлі рухани практикаларды да білу керекпіз, буддизмді де білу керекпіз, даосизмді де білу керекпіз, суфизмді білу керекпіз, каббаланы барлығын білу керекпіз. Өйткені әрбір ілімде бір пайдалы дүние бар, инструмент бар. Истина деп айтады ғой. Шындық бар. Барлығында бір шындық бар. Соны сараптай білу керек. Менің бір жақсы қабілетім, мен әртүрлі ілімдерді оқыған кезде менің ойым соны көріп тұрады. Қандай инструмент бар мына жерде, адамның өміріне қолданатын. Не алуға болады деген сияқты. Менің бір жақсы қабілетім, барлық керек емес нәрселерді алып тастаймын да, именно керекті методика, инструментті тауып ала аламын. Сөйтіп жинай аламын. Әртүрлі ілімнен жинаймын да. Мысалы, мынау керек жоқ, мынау инструментті давай алып зерттейік. Мынау құрал маған керек. Маған керек, и бұл адамдарға көмектесе алады. Мен ол құралдарды, ол инструмент, методикаларды бермес бұрын, мен өз өмірімде бірінші қолданамын. Өз өмірімде маған ол результат берсе, мен сонымен ары қарай бөлісе бастаймын. Сол кезде адам бірінші жаңағы әртүрлі білімдерді, методиканы бірінші өз өміріне қолданған кезде, ол оны өзінің өмірінен өткізеді, өзінің денесінен өткізеді, организмінен өткізеді. Сол кезде оның берген білімінде энергия болады. Егер адам просто бір жерден жаңағы білімді алып жай бере салса, ол просто информация ретінде бар. Ол жерде энергия жоқ. Сол үшін оны ешкім тыңдамайды. Бар ғой, көп мамандар айтады, сен тыңдайсың, бірақ сен өмірің өзгермейді. Неге? Өйткені ол білімді өмірінде қолданбады. Ол біреуден алды да, екінші адамға ақпарат. Сата салды просто да. Өз бойына сіңіріп, одан өткізген жоқ. Дұрыс айтасыз, өз бойына сіңіріп, өз бойынан өткізген кезде, өз өмірін өткізген кезде, ол білімге энергия беріледі. Сол білім жаңағы сенің энергияңмен, сенің өмірлік тәжірибеңмен, сенің өмірлік даналығыңмен қосылған кезде, ол бір жақсы, мықты методика болып адамдарға барады да, ол адамдардың өмірін өзгерте бастайды. Ал сізге жалпы қандай адамдар келеді? Бұл сұраққа жауап бермес бұрын тағы да айта кетейін, біздің қазақтың даласында көптеген коучтар болды. Сырттан келген жоқ дейсіз ғой? Сырттан келген жоқ. Сырттан бізге жаңа методикалар келді. Батыстан, мысалы Америка, Европадан келді. Бірақ біздің өзімізде, қазақтардың өзінде мықты коучтар болды. Абайды алсақ, ол да мықты коуч. Машхур Жүсіп Көпеев, ол да мықты коуч. Тағы да біздің зиялы қауым. Барлығын Шәкәрім, Ахмет Яссауиді алып қарасақ, ол да мықты коуч да, бірақ оларды түсіну керек, олар өте терең айтқан. Және де олар тіке айтпаған. Олардың сөздері деп келеді, айналдырып, астарлап айтады да. Сол үшін оны біздің халқымыз түсінбейді оларды. Мен оларды оқи бастаған кезде көптеген дүниелерді түсіндім да. И менің қазіргі тренингтарымда мен біздің қазақтың коучтарын Абайдадан, Яссауидан, Шәкәрім, Машхур Жүсіптен алған методикалар өте көп. Біздің қазақтың даналығы да бар. Сол үшін маған, мысалы, мен тренингім болған кезде мыңдаған адамдар келеді, өйткені менің айтып жатқан сөздерімде, ол біздің ДНК-да қанда бар ғой. Сол адамдардың іштерінде жаңағы рухын оятатын сөздер де бар да. Сол себепті көп адамдар енді сізден келіп қазір білім алып жатыр ғой. Және өзіңіздің жеке курсыңызды өткізіп жатырсыз ба? Маған тренинг өткізген өте ұнайды. Тренингтер 1000 адам, 2000 адам, 3000 адамға дейін біз тренингтер өткіземіз. Біз медитация жасаймыз ол тренингта. Іштегі травмаларды емдейтін медитациялар бар. Ойды трансформациялайтын медитациялар бар. Түп санаға жаңа, айтады ғой қазір, нейронный связь дейді ғой. Сол түп санаға жаңа информация, жаңа білімді енгізетін медитациялар бар. Біз соларды жасаймыз.
тренингтарда. Іштегі травма деп айтып отырсыз ғой мысалы. Сол іштегі жара ғой енді бір сөзбен айтқанда. Травмаларды емдеу үшін сізге қандай да бір адамдар келеді ғой. Сіз оларды қалай емдейсіз? Адам полностью трансформация алу үшін 1 жылдан 3 жылға дейін уақыт керек. То есть бір консультация мен бір тренингтен адам полностью өзінің өмірін өзгертпейді. Полностью өмірін өзгерту үшін 180 градусқа өмірді өзгерту үшін адам ең біріншіден өзіне ұстаз таңдау керек. Наставник дейді ғой қазір, ұстаз таңдау керек. Ұстазсыз өмір өзгермейді. Сразу ұстазсыз өмір өзгермейді. Мен оны суфилардан оқыған кезде, суфизм мектептерінде оқыған кезде соны түсіндім. Олар айтады, саған бағыт бағдар көрсететін адам керек дейді. Уже өзінің ішкі трансформациясын жасап, өз бір жаңа деңгейге жеткен адам керек бізге. Бизнеста біз өзіміздің ұстазымыз болады. Рухани өмірде өзіміздің ұстазымыз болады. Жанұяны, отбасыны құратын тоже ұстаз керек. Ұстазсыз біз алысқа кетпейміз. Біз кітап оқып өзгереміз деп ойлаймыз. YouTube'тан бір видеолар көріп өзгереміз деп ойлаймыз. Бірақ ол иллюзия. Одан адам өзгермейді. Одан адам тек қана информация алады. Бірақ өмір өзгермейді одан. Кітап оқып байып кеткен адам жоқ. Білім біздің нәпсімізді үлкейтеді. Біздің нәпсімізді үлкейтеді. Адам білім алып, нәпсісі мынандай үлкейіп кетеді да, өзінің андай меншілік пайда болады. Ұстаз сол меншілікті бүйтіп басу керек та. Адамға айту керек, сенің нәпсің бүйтіп өсіп кетті деген ұстаз керек та, трансформациялық ұстаз. Мен өзімді сондай трансформациялық ұстаз деп айта аламын. Қазір артымнан мысалы 300 мың адам подписчик бар. 300 мың адам мені тыңдайды. 10 мыңнан астам адам тренинг өтті. Адамдардың өмірі өзгеріп жатыр мысалы да қазір. Ең бірінші сол ұстаз керек. Егер өмірімді өзгерткім келеді десе, ұстаз табу керек. Сол ұстазбен бір где-то 3 жыл жұмыс істеу керек. 3 жыл жұмыс істеу керек. Тренингтарына бару керек, консультациясын алу керек. Сол ұстазыңның энергиясы дейді ғой, аурасы. Сол ұстазың аурасында болу керексің. 100% сену керексің. Егер сен ұстазыңа 100% сенбесең, сен өмірің өзгермейді. Сен одан 100% энергия, 100% білім ала алмайсың. Ол бірінші қадам. Өмірді өзгертетін бірінші қадам. Екінші қадам, ол ұстаздың күшті методикасы болу керек. Басқа адамдардың өмірін өзгерткен, ол кісінің өмірін өзгерткен өзінің мықты методикасы болу керек. Осы өмірге сай методика болу керек. Өтірік рухани ұстаздар бар. Құдай туралы айтады, энергия туралы айтады, ана өмір туралы айтатын, мысалда әртүрлі эзотерик айтатын ұстаздар көп. Өте қауіпті. Ондай ұстаздан оқу өте қауіпті. Өйткені ол білім, ол методика адамның мынау материалдық өміріне сәйкес келмейді. Адам мына материалдық өмірден алшақтап кетпеу керек, ұшып кетпеу керек. Былай айтқанда, да, алшақтап кетпеу керек. Мына материалдық өмірден алшақтап кетсең, көбі мысалы семьяларын тастап жатыр, ақшаларын тастап жатыр, бизнестарын тастап жатыр. Болды, бұл маңызды емес, ақша маңызды емес, бизнес маңызды емес, семья маңызды емес, жыныстық қатынас маңызды емес. Мен тек қана мен әулие болдым, мен сол өмір кеттім дегендер көп қазір. Өте қауіпті. Сол үшін ол ұстаздың методикасы мынау материалдық өмірге сәйкес келу керек. Рухани өмір мен материалдық өмірді ұштастыра білу. Сол методикасы болу керек. Сол методикасын қарау керек. Ол адам қандай адамдардың өмірін өзгертіп жатыр, кейстар болу керек. Және де ол адам өзін өмірін полностью 180 градусқа өзгерткен адам болу керек. Сол кезде ол ұстазға сен сенесің. Ары қарай үшінші қадам ол жаңа орта. Сол ұстаздан үйренген адамдардың ортасына сен түсу керексің. Солармен қарым-қатынасқа түсу керексің. Ол адамдардың өмірінде не өзгерді, олар қалай өмірден өзгертті деген сен солармен сөйлесу керексің, араласу керексің. Сол адамдардың энергиясын алу керексің. Сол адамдармен бірге достасып, аптасына, либо айына бірлес кездесіп, сол адамдармен тоже өз өмірін өзгерткен адамдармен араласу керек. Сол кезде адамның өмірі толыққанды өзгереді. Ұстаз, методика и жаңа орта болған кезде адамның өмірі өзгереді. Әйтпесе ешқандай өзгеріс келмейді адам. Мен мысалы психологтан бір консультация алдым, неге менің өмірім өзгермейді дейді. Немесе адамдарда мындай балалық позиция бар, инфантильный позиция дейді, балалық позиция бар іште, кішкентай. Балалық позиция, инфантильность дейді. Ол позиция былай көрінеді. Адам ұстазға, психологқа, коучқа барған кезде айтады: сен мені бақытты қылу керексің дейді. Сен менің проблемамды шешіп беру керексің дейді. Сен менің өмірімді өзгерту керексің дейді. Бұл өте қауіпті позиция.
инфантильный позиция дейміз. Ондай установкамен ешқашанда өзінің өмірін өзгерте алмайды. Коучқа, психологқа, ұстазға былай келу керек. Сізде қандай методика бар? Мен сізден қандай методиканы алып, сол методиканы мен өзім өз өміріме қолдану керекпін. Енгізе аламын. Енгізу керек. Сондай позициямен бару керек. Сен мені бақытты қылу керексің емес, а сізде қандай методика бар? Сіз не үйретіп жатсыз? Мен соны алып, өз өміріме қолданып көрейін. Сол кезде ғана адам өзгереді. Ал егер жаңағы балалық позиция болса, сен мені бақытты қыл, сен мені өмірімді өзгерт. Біреуге міндеттеп қойған адамның өзі қауіпті. Өте қауіпті ол. Ол адам соңында үлкен күйзеліске келіп. Жаңа айтып жатсыз ғой, маған келетін адамдарды енді мен 180% өзгерте аламын деп бір сөзбен айтқанда. Қандай мысал келтіре аласыз? Қандай да адамдарыңыз бар? Міне, нәтижеге жетті, менің мынандай шәкіртім нәтижеге жетті. Ол кісіні 180% өзгерттім деп. Ондай кейстер өте көп. Әдетім бар. Мен ол кісілердің жаңа кейстерін өзіме алмаймын. Мысалы, көптеген коучтар бар, айтады, мен ананың өзімді өзгерттім, мен мынаның өмірін өзгерттім деп көп кейстерді өзінің инстаграмдарына салып жатады да, мысалы. Ол адамдар өз өмірлерін өздері өзгертті. Мен тек қана бір себепші болдым да, мен себепші болдым. Маған жазып жатады, күнде жазады. Мен осындай өзгердім, мен семьямды сақтап қалдым, ажырасайын деп тұрдым, семьямды сақтап қалдым, мен баламен қарым-қатынастарды өзгерттім, мен әке шешемді қабылдадым, табысымнан жаңа деңгейге жеттім, мен ұнамайтын жұмысымнан шығып, бизнесімді аштым деген секілді көптеген кейстер келіп жатады. Біз былай істейміз. Біз кейстер жинала бастаған кезде біз барлық сондай адамдарды жинаймыз да, выпускной жасаймыз, кеш жасаймыз, банкет жасаймыз. Барлығы келеді, өмірін өзгерткен адамдар барлығы шығып, жаңағыдай өзінің нелерін айтып жатады. Өзгерістерін айтып жатады. Әртүрлі өзгерістер болады. Қолға ұстай алатын мысал өзгерістер болады. Доход, табыстары өзгеріп жатқан адамдар болады. Бірақ іште ойы өзгеріп жатқан адамдар. Оны сен ұстай алмайсың. Ішінде бір ойы өзгереді. Мысалы, мамасын кешірмей жүрген адам болады. Мысалы, 10-20 жыл мамасын кешірмей, мамасымен қарым-қатынасы өте нашарлап кеткен адамдар болады іште. Ол адамды күйзеліске келеді, ол адам жаңағыдай страданияда жүреді. Соны айтады, Самат, мен 20 жыл мамамды кешірмей, мен сен тренингке келіп, мен ұқтым дейді. Мен мамаммен қазір қарым-қатынасымыз дос секілді болып кеттік дейді. Күшті болып кетті деген секілді көптеген нелер бар. Жақында тренинг жасадым. Сол тренингте маған бір келіншек келді. Самат, 2 жыл бұрын сізге консультацияға келдім. Ол кезде менің қызым щитовидный железа онкологиясы болды дейді. Сол кезде сен маған айттың дейді, сен өзің емдей аласың деп айттың дейді. Сен қызыңды өзің емдей аласың. Бізде мынандай техника бар менде. Әр шеше өзінің баласын өзінің махаббатымен, энергиясымен емдей алады. Ол кісіден бір андай болады ғой, емшілік қасиетін сездім ана кісіден. Ашылмай жатқан ішіндегі емшілік қасиетін сездім да, сосын айттым, сізде осындай қасиет бар, сіз балаңызды істей аласыз деп айттым. Болды, 3 сағат консультация өтті, болды, содан кейін араласпай кеттік. Сөйтіп ол 2 жылдан кейін маған тренингқа келіп тұр. Самат, менің қызым жазылып кетті дейді. Хотя врачтар, дәрігерлер айтты дейді, 50-50 гарантия бере алмаймыз деп айтты. Мен күнде және қолымды қойып ана қызды емдедім дейді. Сөйтіп ана ремиссия болды, жаңағы раковый опухоль азая бастады дейді. Мен соны сездім дейді, что менің энергиям беріліп жатқан сездім дейді. Содан кейін мен қызым жазылды. Аналық мейіріммен емдеген ғой. Емдеген, и оның соны істеп жатқан кезде жаңағы ішіндегі қасиеті, қабілеті ашылды. Сөйтіп оны туыстары ести бастады, достары ести бастады. Сөйтіп оған сондай ауыратын адамдар келе бастады. Емшілік қабілетін ашып беріп тұрсыз ғой сіз. Ашып бердім, бірақ мен ойлаған жоқпын оны ашамын деп. Просто көрдім де айттым. Ол кісі барып істеді. Сөйтіп оған қазір кезде ол 20 ма, 30 ба адамды емдеп шығыпты. Қазір ол уже коуч болып кеткен, емші болып кеткен. Сондай кейстер көп. Адамның сондай қабілеттері ашылып жатқан, үлкен доходқа жетіп жатқан, үй алып жатқан, машина алып жатқан адамдар өте көп. Біз уже оны санамаймыз, потому что ол көп, 10 мыңнан асып кетті. Ал сіздің жасырын болмаса, тренингіңіздің бағасы қанша тұрады? Біз тренингті қолжетімді бағаға жасаймыз. 10 мың теңгелік тренинг, 20 мың теңгелік тренингтер бар, чтобы адамдар массово келіп көрсін деп. Біз бір күндік тренинг
мысалы қазір 20 мың теңге тұрады тренинг да. Ол бір күн таңертеңнен кешке дейін адам білім алады, медитация жасайды, жаңа адамдармен танысады, күшті әсер алады, трансформация алады. Сол жерде көбі әке шешесін қабылдап кетеді. Ана жерде біз әке шешені қабылдауды үйретеміз. Өйткені ол ең басты, ол фундамент. Егер сен әке шешеңмен қарым-қатынасың дұрыс болмаса, сенде ақшамен де проблема болады, денсаулықпен де проблема болады, и семьяда қарым-қатынас күйеуіңмен, әйеліңмен проблема болады, и балаларыңмен еще проблема болады. Ол фундамент. Біз сол тренингте менің методикаларым бар. 1-2 сағатта әке шешені қалай қабылдау керек деп үйретемін. Оны басқа психологтар 1 жылдап терапияда жасайтын нәрсені мен 1-2 сағатта істеймін. Бұл менің тоже бір айтады ғой, бір супер қабілет дейді ғой, суперспособность. Менде сол бар да, мен соны істейміз, и адамдар сол жерде не істейді, өзгере бастайды. Ары қарай мысалы адамдар менімен бірге дальше терең жұмыс жасаймын десе, 3 айлық курстар бар. Олар $500 курстар бар, $2000 курстар бар. Олар уже адам ары қарай мені түсініп, менің методикамды түсініп, өмірін өзгертіп, доходтарын өсіре бастаған кезде, олар ары қарай келе бастайды. Мысалы, әртүрлі неде бар. То есть біз әртүрлі әлеуметтік статустағы адамдарға тренингтер жасаймыз. Тек қана мен тек виптармен жасаймын, там 1 миллион, 2 миллион теңге деген бізде ондай не жоқ. Мен айтамын, мен халықтың коучымын деп айтамын. Тек қана бизнесмендермен жұмыс істеймін деген коучтар бар. Мен тек қана бизнесмендермен там 2 миллион, 10 миллион менің нем тұрады дегендер бар. Бағам бар деп. Бізде ондай жоқ. Көбінесе әйелдер келеді. Әйел өзгерсе, халық өзгереді. Еркек те өзгереді. Сол үшін мен көбінесе әйелдерге айтқым келеді. Мысалы, әйелдер өзгеріп жатса, әйелдер өз-өзін өзгеріп жатса, отбасы өзгереді, еркек өзгереді. Осы біздің қоғам өзгереді. Жалпы осы жаңа айта кеттіңіз ғой, ата-анамен қарым-қатынас ең басты дүние деп. Бізді көріп отырған көрермендер де арасында бар ғой, ата-анасымен дұрыс емес қарым-қатынастағы. Сол кісілерге нақтылы айта кетесіз бе? Ең бірінші ата-анаға деген қарым-қатынасты реттеу алғашқы қадам осындай деген сияқты. Ең бірінші анамен жұмыс істеу керек. Анамен қарым-қатынас біздің өмірімізге 80% әсер етеді. Әкемен қарым-қатынас 20% әсер етеді. Ең бірінші анамен қарым-қатынас өзгерту керек. Бірінші қадам анамен қарым-қатынас өзгертетін, анаға деген көзқарасты өзгерту керек. Біз аналарымызды аяймыз. Анамның өмірі бақытсыз болды, қиын болды деген ой бар. Ананы аяу, және анамның өмірі қиын болды, ол 2 жұмыста жұмыс істеді, бізді бақты, әкем ұрды, ішті, әкемді шыдап жүрді деген біз аяймыз. Сол аяныш шешеге деген біздің өмірімізді құртады. Аяныш және. То есть аямау керек емес, бірақ біз шешеміздің, бұл менің анамның өзінің өмірі деп қарау керек. Мен оған ешқандай мен анамды бақытты ете алмаймын. Ешқандай бала өз анасын бақытты ете алмайды. Ешқандай бала анасына қарызын өтей алмайды. Бақытты ете алмайсың, сен анаңа қарыз өтей алмайсың. Не істесең де, үй алып бер, машина алып бер, Турцияға жібер, сен анаңды бақытты ете алмайсың. Ананы бақытты ете алатын бір-ақ методика бар. Ол өзіңнің бақытты өміріңді құру. Бала бақытты болса, ана бақытты болады. Сен өзіңнің өміріңді бақытты етсең, өзіңнің жақсы көретін жұмысыңды тауып, сол жақта ақша таба бастасаң, миссияңды тапсаң, отбасыңды құрсаң, ана болсаң, әке болсаң, өзіңнің өміріңді толыққанды бақытты өмір құрсаң, сол кезде ананың алдындағы қарыз жабылады. Біздің қоғамда не істейді? Анасын бақытты еткісі келеді. Өз өмірін тастап, маған ештеме керек жоқ, мен кредит алып, қарыз алып, анасына бір нәрсе алып береді. Полностью анасын бақытты қылғысы келеді. Соңында не болады? Анасына аз болады. Бала жасап жатқан жақсылық анасына әрдайым аз болады. Өйткені ананың энергиясы балаға қарағанда үлкен. Егер мысалы алып қарасақ, ана ол үлкен мындай таудай, бала кішкентай мына қасықтай. Сен үлкен мындай фляққа қасықтап құйып атқан секілді боласың да, оған аз болады. Өйткені баланың энергиясы шешесіне қарағанда анасына кішкентай болады. Сол үшін балаға сепарация жасау керек. Ол айтады, мама, сен өзің өмірің, сен үлкен кісісің, сен өз өмірің бар, сен өз өміріңе өзің жауаптысың дейді. Іштен айту керек. Сен өз өміріңе өзің жауаптысың. Мен сені бақыт ете алмаймын. Сенің өзіңнің тағдырың бар, мен өз тағдырымды құру керекпін деген ұғымды өзіне сіңіру керек те, мына жерде трансформация керек ойды. Сол кезде сепарация болады.
сол кезде сепарация болады. Соңында анасы өз өмірін сүріп кетеді, баласы өз өмірін сүріп кетеді. Сондай сепарация жасау керек. Бірінші қадам сол. Ол үшін сен анаға деген вот этот аянышты сезімді алып тастау керексің. Сен анаңды мықты әйел ретінде көру керексің. Үлкен әйел ретінде көру керексің. Сен оны аясаң, ол сенің көзінше бір біз қандай адамды қылма дейсіз ғой, бір сөзбен айтқанда. Мүсәпір қылма. Мүсәпір ретінде көреміз. Біз егер анамызды аясақ, ол мүсәпір ретінде көреді. Егер сен анаңды аяп мүсәпір ретінде көрсең, сенің ішіңдегі әйелдік энергия болады ғой. Сол травмаға ұшырайды. Ал әйелдік энергия травмаға ұшыраса, женская энергия дейді, әйелдік энергия ма? Сол травмаға ұшыраса, сенің өміріңде өте үлкен проблемалар пайда болады. Ал егер ол қалыпты болса, демек сенің жолың әрмен қарай ашылады деген сөз. Егер сен жаңағы әйелдік энергияның ішінде, ол еркекте де болады, әйелде де болады. Әйелдік энергия. Ол шешемен қарым-қатынасымыз дұрысталған кезде біздің женская энергия және әйелдік энергия дұрысталады. Сол кезде адам дұрыс демала алады, өз-өзіне қарай алады, өз-өзін жақсы көре алады, өзіне деген көзқарасы өзгереді, бақытқа деген, махаббатқа деген көзқарасы өзгереді, басқа энергия ашылады, әсіресе әйел адамдарда. Содан кейін біз әкемізбен қарым-қатынасты орналастырып, бірінші шешемізбен жөндеп алу керек, потом әкемізбен қарым-қатынас жөндейміз. Біз оларды өзгертпейміз. Біз өзіміздің эмоциямызды, қарым-қатынасымызды өзгерту керекпіз. Оларға тиіспейміз. Олар уже өзінің жұмыстарын жасап кетті. Қалай бар, солай енді қалдырамыз. Олар өзгермейді. Біздің қарым-қатынасымыз өзгеру керек. Әкенің энергиясы неге жауап береді? Әкенің энергиясы біздің мақсатымызға жетуге көмектеседі, ақша табуға көмектеседі, біздің репутациямызға, авторитетімізге көмектеседі, қоғамдағы біздің орнымызды табуға көмектеседі әкенің энергиясы. Егер сен әкеңе деген ренішің болса, әкеңнен ұялсаң, көп ұялады әкесінен. Мен әкем ештеңеге қол жеткізбеді, мен әкем ішеді, мен әкем анамды ұрған, мен әкем осындай деген адамдарда жаңағыдай ұялады әкесінен. Сондай эмоциялар болса, онда сенің қоғамдағы орның дұрыс болмайды. Мақсатыңа жете алмайсың, либо мақсатқа жету үшін көп жұмыс істеу керексің, қиын жетесің. Егер әкеңді толыққанды қабылдасаң, өзінің методикалары бар, қалай әкені қабылдау керек. Онда сен жұмыс істейсің әрине, бірақ сен мақсатқа тез жетесің, оңай жетесің. Мен оны тәжірибеде көрдім. Адамдармен жұмыс істеген кезде, олар қабылдаған кезде, маған сразу Самат, мен зарплатам 2 есеге өсті. Бизнес тоқтап қалған, бизнесім жүріп кетті деген секілді. Әкені қабылдаған кезде, сен әкеңді қабылдаған кезде, әкеңе деген эмоция, қарым-қатынасын өзгерткен кезде, сені әлем үлкен адам ретінде көреді. Егер сен әкеңді қабылдамасаң, сен әлі кішкентай баласың деген. Сол үшін сен мамаңнан жаңағыдай сепарацияны жасайсың, ол тоже техникасы бар өзінің. Мамаңды қабылдайсың, мамаңмен тағдырыңды айырасың, үзесің. Біздің тағдырымыз мамамыздың тағдырымызға қосылып кеткен. Сен мамаңды аяған кезде, сен тағдырың мамаңның тағдырына қосылып кетеді да, и сен мамаңның проблемаларын өз өміріңде жасай бастайсың. Тура сен мамаңның болған проблемалар сенің өміріңде өзінен өзі пайда бола бастайды. Сен білмейсің, сен ішіңнен бір жақсы, бақытты өмір қалайсың, бірақ сенің қалағаның болмайды. Сен тура мамаңның өмірін қайталайсың. Қазір біз көп көріп жатырмыз. Қайталау демекші, әке шешесінің өмірін қайталайтын балалар болады дейді. Сол қаншалықты рас? 100% рас. Әке шешеңе ренжіп жүрсең, әке шешеңді өзгерткің келсе, олардың сен айтасың, сендер дұрыс өмір сүріп жатқан жоқсыңдар. Мен сендерге ақыл айтам, қалай өмір сүру керек деген ой болса, сен өзіңді жаңағы бала позициясынан былай олардың әке шешесі болып кетесің, болды сенің өмірің. Әке шешеңнің тағдырын және именно негативті жақтарын қайталамас үшін сен толыққанды олардың өмірін қабылдау керексің. Қалай барсың, солай енді қабылдау керек. Да, сол қабылдау керексің. Көп айтады, мені әке шешем жақсы көрмеді дейді. Сондай егер сенің ойыңда сондай ой болса, басыңда, мені әке шешем жақсы көрмеді деген ой болса, установка, сенде өміріңде ол бір негативті әсер береді өміріңе. Біз бір нәрсені түсіну керекпіз. Бізді әке шешеміз 100% жақсы көрді. 100% махаббат. Бірақ біз оны көріп тұрған жоқпыз, ол махаббатты. Айтады, мені әке шешем ұрды дейді. Ол ұрғанның артында махаббат бар. Жақсы болсын деп ұрады дегендей ғой. Олар жаман болсын деп ұрмайды. Оның артында біз ол махаббатты көріп тұрған жоқпыз. Сен сол махаббатты көрген кезде, сен өмірің өзгереді.
Айтады, мені әке шешем апа атама беріп тастады дейді. Олар мені жақсы көрмеді, олар мені тастап кетті дейді. Үлкен махаббатпен сені берді. Өйткені егер сен олармен бірге қалсаң, сенің өмірің қазір басқа болушы еді. Жаман болушы еді деп айтамын. Әке шеше, особенно аналар ішінен сезеді. Мен қазір мына бала менімен бірге қалса, бұның өміріне үлкен қауіп төнеді. Мен бұның өмірін құртам деген ішінде бір не болады. Менен бұған үлкен қауіп төнеді деген іште бір интуиция шешеге анаға келеді. Сосын ол алады да баланы беріп тастайды. Өзінен алыстатады. Өзінен жауапкершілікті алып тастап құтқарады. Баланы құтқарады, өзінен құтқарады. Әкелер де сөйтеді. Әкелер мысалы тастап кетіп қалады семьяны. Сосын айтады, менің әкем мені тастап кетті деген іште реніш болады әкесіне деген, өкпесі болады. Сол реніш өкпе сенің бір мақсаттарыңа жетуді алдына барьер болып тұрады. Менің әкем мені жақсы көрмеді, ол мені тастап кетті деген ой сенің жолыңды ақшаға деген, проектті, мақсатқа деген, үлкен карьераға, бизнесқа деген жауып тұрады, бөгеп тұрады. Сол ойды алып тастау керек. Сен әкең тастап кеткен кезде сен қалай өзгердің? Сенің жақсы нәрселер болды ма сенің өміріңде деймін. Сен өмірің жақсы жаққа өзгерді ма деймін. Адам ойлана бастайды. Дейді. Ол оған дейін тек қана негатив нәрселер көрді ғой. Мен әкем мені тастап кеткен кезде мен ерте есейдім. Мен жауапкершілік алуды үйрендім. Мен ақша табуды үйрендім. Мен алдыға қойған мақсаттарға жетуді үйрендім. Деп көп нәрсені жаза бастайды адам. Сосын мен айтамын, ал әкенің махаббаты сол ғой. Әкенің біздің өміріміздегі ең басты рөлі бізді өзімізге жауапкершілік алуды үйрету. Бұл жерде сіздің методикаңыз әкені де ананы да ақтап алу ғой. Ақтау керек, иә. Ол өте қиын. Әкемен ақтау өте қиын. Тастап кеткен балалар, тастанды балалардың ішінде. Тастанды балалар біреуді детдомға береді, және балалар үйіне беріп кетеді, өзінің ата-анасына беріп кетеді, апа-атасына беріп кетеді. Әкесі мысалы ішетте ешқандай ақшаға, мақсатқа қол жеткізбейді. Мысалы үйде жатады, сондай әкелер бар. Соны айтады, мен әкем осындай деп іште реніш болады. Мен айтамын, сен әкең сондай болған кезде сен не үйрендің одан? Мен ондай болмауды үйрендім. Мен оқи бастадым, жоғары оқу орнына түстім. Мен осылай істедім. Мен көп плюстар алады да ол. Көрдің ба, сен әкең сол арқылы саған не үйретіп кетті деймін. Сол кезде менің әкем күшті екен ғой деген адамға не келген. Сол кезде адамның ішінде трансформация болады да, и адамның өмірі күрт өзгереді. 4 құбылас тең. Әкесі де, шешесі де бар. Жақсы өмір сүреді, бақытты отбасы, ата жесі, апасы бар. Бұндай балалар қандай болып өседі? Бұл жерде біз екі нәрсені қарау керекпіз. Ол балалар кейде әке шешесінің контролінде өмір сүреді. Әке шешесі әрбір қадамын қадағалап отырады. Қадағалауда өмір сүреді. Бұл балаларды еркіндікке жіберіп тұру керек дейсіз ғой арасында. Еркіндікке және де өз жауапкершілік алуды үйрету керек, еркіндікке жіберу керек. Бала бір қателік жасаса, қатесін түземей қарап тұру керек. Ол құлады ма, өзі тұру керек. Өмірде құлайды ғой балалар әртүрлі. Сол кезде жүгіріп барып астына бір жастық төсемеу керек. Қарап тұру керек. Соны үйрену керек. Жаңағыдай әке шешесі бар балалар кейде мынандай болады. Полностью қадағалайды оны. Көмектеседі, қадағалайды, ақша береді, жұмысқа тұрғызады, бүйтеді. Соңында баланың жаңағы бұлшық еттері қатаймайды. Менталды бұлшық еттер болады, іште психологиялық бұлшық еттер болады. Сол қатаймайды да. Бала жаңағыдай инфантильный, іште балалық позициямен өмір сүреді. Бұл минус. Тағы бір успешный балалар бар, өте успешный, үлкен жетістікке қол жеткен. Олар әке шешесі 100% сенген балалар. Әке шешесі 100% сенеді. Айтады, біз саған сенеміз дейді. Әке шешесі сондай мотивация береді. Біз саған сенеміз дейді. Сенің қолыңнан бәрі келеді, 100% дейді. Сен ең күштісің дейді. Сондай мотивация алған балалар 100% үлкен жетістікке жетеді. Біздің әке шешемізден бізге сол энергия керек. Кемеге отырғызып жібереді дейді ғой, свободное плавание. Все. Бар, батамызды береміз, болды, өз өміріңді сүр. Біз саған максимально бердік, біз саған сенеміз, сен қолынан келеді, сен ең күштісің, сен көп жетістіктерге жететініңе біз 100% сенеміз, алға дейді да, баланы жібере салу керек, болды. Вот сондай энергия алған балалар әрдайым үлкен жетістікке жетеді. Особенно анасының сенімін алған балалар, анасының мотивациясын алған. Өйткені әйелдің энергиясы өте мықты болады.
Ал енді сіз өзіңіз мотивацияны қайдан аласыз? Басында Ата анаңыз бар, иә? бар, иә. Бауырларыңыз бар ма? Бауырым бар, Неше ағайындысыз? қарындасым бар, інім бар и қарындасым бар. Мен өзімді білем, кішкентай кезімнен менің әке шешем маған 100% сенген. Әрдайым. Кішкентай кезімнен мектептен бастап 100% әке шешем сенімде болдым. Ол айтатын, Самат бәрін білет, Самат бәрін жасайды, ол жетеді деген сондай бір іштенде не болды. Сол маған постоянно бір не беріп отырды. Энергия беріп отырды. Мысалы мен әке шешеме мен Дубайға барам деген кезде олар бар деп 100% қолдады. Ой, көп ата-аналар айтады ғой, зачем, не үшін барасың, сен Дубайда бір нәрсе болып қалады, саған осындай болып қалады деген бір сомнение болады ғой баста, бір сенімсіздік болады ғой. Сол сенімсіздік, қорқыныш баланың аяғына бүйтіп кісен салып ұстап отқан секілді болады да. Мен аналарға айтатын бір нем бар, өсиетім бар, балаларыңызды жіберіңіздер, қорықпаңыздар. Мысалы ана басында қорқып бір тревожность болады, қорқыныш болады басында да, сенімсіздік болады. Сол ой баланы ұстап тұрады. Бүйтіп бір энергетический бір арқанда баланы ұстап тұрады. Сол үшін оны жіберу керек. Мен әке шешем айтты, все, бар деді. Сен ол жақта жетістікке жетесің, бар деді. Потом мен 24 жасында үйлендім. И менің әйелім тура сондай болды. Ол айтады, сен бәрін білесің, сен бәрін істей аласың, сен бәріне қол жет. Мен саған 100% сенем. И ол мен артынан постоянно жүріп отырды. Мен қайда барам, ол сонда барады. Ер азаматына деген сенімділік болды. Болды. Яғни әйтеуір бір жақсылық болатынына сенеді. Сеніп артынан жүре берді мені. Қолдап, сол жүре берді. Әке шешем ана жақта қолдап отырды, әйелім мына жақтан қолдап отырды. И сол энергия маған бір күшті, бір күш-қуат мотивация берді. Жарысқанды жақсы көретін, мысалы. Атқа отырып жарысқанды жақсы көретін болды. Марафондарға қатысатынмын, жүзіп жарысатынмын, мысалы велоспортта жарысатын. Сол спорт маған, және жарысатын спорттар мен жас кезімде маған тоже күшті мотивация берді. Жарысу күшті мотивация берді. Бірақ ол 30 жасқа дейін болу керек. 30 жастан кейін сен солай жүрсең, сен күйзеліске ұшырайсың. 30 жастан кейін сен әлі эгомен дамысаң, жәнегідей үй алғым келеді, машина алғым келеді деп тек қана ақшамен мотивация алсаң, 30 жасынан кейін сен күйзеліске ұшырайсың. 33 жас ол адамның өміріндегі ең бір маңызды период. 33 жаста біз өзіміздің миссиямыз табу керекпіз, и өзіміздің өмірге деген көзқарасымызды күрт өзгерту керекпіз. Уже анау эгомен жүру бізге пайда әкелмейді. Біз эгомызды, жәнегі мақсатқа жету деген эгомыздың желаниясын біз миссияға өзгерту керекпіз. Мен енді не бере аламын бұл қоғамға, адамдарға деген баста соны өзгерту керек. Сондай трансформация жасау керек. Сол кезде біз содан менің адамдарға қандай пайдам бар деген нәрсені осы кезде сұрақ қою керек. Сұрақ қою керек. Сол кезде сен содан мотивация аласың, күш қуат аласың. Мен қазіргі таңда содан мотивация аламын. Мен адамдардың өмірін қалай өзгерте аламын, мен оларға қандай пайдалы білім бере аламын, пайдалы инструменттер, методика бере аламын деген қандай бір күшті тренинг ойлап тапсам, чтобы адамның өмірі күрт өзгеріп, олар бір бақытқа, байлыққа, бір нәрсеге жетсе екен деген оймен жүремін. Таңертең сондай оймен оянам, сондай оймен ұйықтаймын, короче. Мен содан бір үлкен энергия аламын қазір. Ал жас кезімде мен ол туралы вообще ойламайтынмын. Жас кезімізде біз қалай ақша табу керек, қалай статус табу керек, қалай компанияның директор болу керекпін деген оймен жүрдік. Сондай эволюция өтеді адам баласы. Жарыңыз туралы айтып кеттіңіз ғой. Менің жарым мамандығы не? Шығыс Қазақстан облысынан Зайсан ауданы Қарабұлақ ауылдың қызы. Тоже сол 7-ші класста Алматыға көшіп келді де, осы жақта оқыды. Физматты бітірді, мамандығы ракетный комплексті салу маманы, короче. Соны оқыды, энергетика саласында оқыды. Бірақ ол өзі өте творческий, шығармашылық адам, шығармашылық жан адам. Әртүрлі бизнестер жасады, модельер болды, киім тікті, өзін іздеді. Қазіргі таңда ол тапты ма өзін? Қазір өзін тапты. Қазір ол режиссер, кино түсіреді. Қысқа метражды кино түсіреді. Әртүрлі әлеуметтік проблемаларды ашатын қысқа метражды роликтар, кинолар түсіреді. Балаларға қарайды, сол жұмысын жасайды. Қателеспесем, 2 ұлыңыз бар, иә? 2 ұлым бар. Демир, Самир деген 2 ұлым бар. Демир 12 жаста. Қазірден бастап
бизнесқа деген, финанс және қаржылық салаға деген несі оянып жатыр ақырын эгосы. иә соған дайындап жатырмыз қазір. Өзі айтты, әке мен бизнеспен айналысқым келеді, қаржы саласын, банк саласын зерттегім келеді деген қазірден бастап несі бар, қабілеті бар сол жаққа ақырын дайындап жатырмыз. Күреспен айналысады, джиу-джитсу, дзюдомен айналысады. Ер балаға міндетті түрде бір спортпен айналысу керек. Сол жақта өзінің ішінде бір несі бар, андай духы бар, қайсар мінезді бала болып өсіп келе жатыр. Екінші ұлым Самир, ол мүлдем басқа. Ол өте жаңағыдай творческий, шығармашылық жаққа, анасына қарай көбірек тартқан сияқты. Анасына тартқан секілді, иә, актерский жаққа тартқан, және өлең айтады, билейді, тоже спортты да жақсы көреді. Өте андай экстраверт дейді ғой, бүйтіп. Халықтың алдына шығып, сондай бала болып өсті. Оратор, яғни ол жағы сізге де ұқсап тұр ғой енді. Ол жағынан сіз де сол бар бақытты содан таптым деп отырсыз ғой. Елдің алдына шығып ақыл айтудан бақыт таптым деп отырсыз ғой. Иә, бақыт таптым, иә. Сол сияқты балаңызда да сондай қасиет болып тұр ғой демек. Болып тұр, иә. Ал енді әйел мен ер азаматтың қарым-қатынасы туралы айтыңызшы осы сәтте. Бақытты отбасы болу үшін әйел адам не істеу керек, ер адам не істеу керек? Бұл үлкен бір ғылыми сала деп айта аламын. Неге ажырасулар көп? Өйткені біз қалай семья құруды оқымаймыз. Отбасы институты бізде жоқ. Ешқай жерде оқытпайды оны. Біз семьямызды әке шешеміз қалай құрды, туған туысқандарымыз қалай құрды, сол бағытта біз өзіміздің отбасымызды құрамыз. Соңында біз күйзеліске ұшыраймыз, ажырасамыз. Біз еркек адам әйелге не керек екенін білмейді, әйел адам еркекке не керек екенін білмейді. Семьяда бір-бірімізге не беру керек екенімізді білмейміз. Тек қана нәпсіміз маған бер. Сен осындай болу керексің, сен маған осыны беру керексің. Әйел айтады, сен жамансың, сен нан істемейсің дейді. Күйеу айтады, сен жамансың, сен маған наны бермейсің деп. Әркім жаңағы нені бір-бірінен талап етіп көрпені өз-өзіне тартады, короче. Анау көрпені өзіне тартады. Сөйтіп соңында ажырасады. Біз өзіміздің бір мақсатымыз болу керек. Семьяда ақша табуда мақсатымыз бар, жұмыста мақсатымыз бар, бизнеста мақсатымыз бар, әртүрлі салада мақсаттарымыз бар. Семьяда өзінің мақсаты болу керек. Семьяның мақсатын біз білмейміз. Біз не үшін семья құрып жатқанымызды білмейміз. Құру керек, болды. Уақыт кеп қалды, бала туу керек, құру керек. Әке шешеммен тұра алмаймын, қарым-қатынасым жаман, әке шешем үйінен қашу керек та. Қайда қашам? Күйге тию керек, мысалы. Әртүрлі жағдайлармен отбасы құрады дейсіз ғой. Кетеміз. Ол айтады ғой, ниет дейді ғой, іштегі ниет дұрыс емес. Біз дұрыс емес ниетпен отбасы құрамыз. Мен өмірім жаман, мен бақытсызбын. Егер мен қазір күйеуге тисем, мен бақытты болып кетем деген ниет бар. Ол да дұрыс емес ниет. Біз дұрыс емес ниетпен отбасы құрамыз. Біз басқа біреу бізді бақытты етсін деген ниетпен отбасы құрамыз. Эгомен отбасы құрамыз. Семьяның нағыз мақсатын білмейміз. Нағыз мақсаты бар семьяның, соны білмейміз. И біздің нәпсіміз әрдайым семьяның мақсатынан жоғары тұрады. Отбасының мақсаты нәпсіден жоғары тұру керек. Әрдайым. Сол кезде біз бір-бірімізге бір қадам жасап отырамыз. Талап көп дейсіз ғой. Талап көп, ешқандай нәрсе бермейміз бір-бірімізге. Екінші мәселе, ол әр адамның ішінде бір травма болады и бір негативті программа болады. Жертва программасы болады, жаңағыдай инфантильный программа болады, менменшілік дейді, гордость, высокомерие деген бар, менменшілік программасы болады. Мен бәріне қарызбын, міндеттімін деген программа болады. Әртүрлі сондай программалар болады. Адам сол программамен өмір сүреді. Адамды бүйтіп алып қарасақ, ол былай түріне қарасақ адам, бірақ ол программа. Ол бір жүрген бір программа. Сол программаға басқа бір программа келеді. Айтады ғой, қазір жертва, абьюзер деп айтып жатады ғой. Ол программа, екі программа бір-бірін тартады. Магнит секілді адамдар тартады. Сол программамен отбасы құрады. Отбасы құрған кезде сол программалар ашылады. Бізге біздің әйеліміз, күйеуіміз сол программаларды көрсету үшін келді. Айна секілді. Егер ол адам келмесе, біз ол программаны білмейміз. Әр бір семья, құрылған отбасы сол программаларды бір-біріне көрсету үшін келген. Біз соны түсіну керекпіз. Соны түсірген кезде ол жаман адам емес. Ол сенің программаңды көрсету үшін келді. Сен сол программаңды жөндесең, өз-өзіңмен жұмыс жасасаң, өз-өзіңді дамытсаң, психологпен жұмыс істеп, коучпен жұмыс істеп, ішкі бүкіл травмаларыңды шығарып, соны емдеп, программаларды дұрыс программаға өзгерткен кезде, ана адамның саған деген қарым-қатынасы өзгереді, немесе ол адам сенің өмірінен кетеді. Әйел былай істеу керек, еркек былай істеу керек деген заңдылық жоқ дейсіз ғой. Универсальный заңдылық жоқ, бірақ рекомендация берейін көрермендерге. Кеңес берейін.
еркекке әйел затынан тек қана энергия керек. Еркек адам әйелден энергия алып отыру керек. Энергия алады да ары қарай барып ақша табады, мақсаттарына жетеді, әлемді жаулайды. Бір сөзбен айтқанда әлемді жаулайды. Еркек әлемді жаулау үшін келді. Өзінің жақсы көретін жұмысын тауып, сол жұмыста жетістікке жетіп, сол жұмыста ақша тауып, карьерасы, бизнесті өсіруге келді. Мына өмірді, мына әлемді өзгертуге келді еркек адам. Ода сондай энергия бар. Әйел адамнан ол сол энергияны алып отырады. Енді сұрақ қойды әйелдер. Ол энергияны күйеуіме қалай берем дейді. Қалай берем? Мен қазір бір құпияны аша кетейін. Ол энергия 4 түрлі бағытта беріледі. Ең бірінші, сен күйеуіңе 100% сенсең. Егер сен 100% өзіңнің күйеуіңе сенбесең, оның жетістікке жетуіне қиын болады. Немесе ол еркек өзіне 100% сенетін әйел тауып алады. Сырттан тауып алады. Екінші, мақтап тұру керек еркекті. Мақтаған кезде сен оған энергия бересің. 100% сенесің, екінші мақтайсың. Үшінші, ол рахмет айту, благодарность. Мысалы, менде күйеуім бар. Әлемде миллиондаған әйелдер күйеу таба алмай жүр. Құдайға шүкір, менде күйеуім бар деген әйел адамның ішінде сондай бір алғыстық сезім болу керек іште. Сол алғыстық сезім болған кезде, ол мақтап тұрған кезде, және күйеуіне 100% сенген кезде, оның жаңағы энергиясы күйеуіне беріліп тұрады. Әрдайым әйел адам мысалы, мен күйеуім менің көзіме шөп салып жатқан шығар, басқа әйелдермен жүрген шығар деген әйел адамда постоянно басында бір сондай ой болады да. Сөйтіп ол әрдайым оған звондай бастайды. Сен қайда жүрсің, кіммен жүрсің, қадағалау. Әрбір қадамын күйеуін қадағалап отырады. Ол егер бүйтіп қарап отырсақ, ол әйел күйеуіне және арқан салып қойды да ұстап отыр. Ол арқан қысқа. Ол бара алмайды. Сол үшін біздің тренингтерде біз айтамыз, еркекті қадағалама, отауды қадағала дейді. Береке босағада дейді. Босаға дегеніміз ол, егер оған үңілсек терең, босаға деген ол үйдің ішіндегі бір жайлы аура. Бір үйге кірсеңіз, сонда бір сезіліп тұрады, Сіз айтасыз, мына үйде бір жақсы әйел тұрады екен деп. Өйткені үйге кірген кезде, ана үйде қалғың кеп тұрады, қоңғың кеп тұрады үйде, Басқа бір үйге кіресің, үй күшті, әдемі, бірақ ана үйден қашып кеткің кеп тұрады. Тезірек кеткің кеп тұрады. Өйткені әйелдің энергиясы мен үйдің энергиясы, әйел сол үйге қожайын болып кіреді ғой, әйел, хозяйка болып. Сол кезде әйелдің энергиясы ана үйге бүйтіп таралады. Әйелдің энергиясы үйдің энергиясымен бір. Және әйел босағаны қадағалаған кезде, босағаны үйдің ішіндегі жайлы аураны жасаған кезде, еркек ешқашан ол үйден кетпейді. Ондай үйден ешқандай еркек қашпайды. Ондай әйелден ешқандай еркек қашпайды. Сол үшін біз айтамыз, еркекті қадағалау мүмкін емес. Сен оның барып телефонын тексерсең, 100% ажырасасыздар. Одан тексеруден ешқандай пайда жоқ. Ол үшін үйдің ішіндегі аураны қалай жасайым, босағаны қалай қадағалайым, босағаны қалай берік қылам деген ой болу керек. Тренингте бір сөзбен айтқанда, әйел ақылды болса, барлығы жақсы болады. Барлығы жақсы болады. Сіз әйел адамның міндеті туралы айттыңыз бұл жерде, ер адам ретінде. Ал енді ер адамның міндеті қандай әйелге деген? Ер адамның міндеті ең бірінші әйелге, ол әйел адам өзін бір қауіпсіздік жағдайда сезіну керек. Сен қорғаудасың, мен сені қорғаймын деген ой сезім салу керек әйел адамға. Сенің қасыңда сені барлық нәрседен қорғайтын еркек бар деген сообщение беру керек әйел. Сен ештеңеден қорықпайсың. Мен қасымда жүрсең, сен ештеңеден қорықпайсың. Мен сені кім болса қорғаймын. Любой нәрседен қорғаймын деген соны түсінген әйел, ол бақытты болады. Емін-еркін жүреді. Ол әйелден ана энергия бүйтіп. Еркекке айтады ғой, байлық энергиясы, жетістікке жеткізетін энергия ол әйел адамның автоматически өзінен өзі шығып тұрады. Сонда менің қасымда осындай еркек бар. Ер азаматым бар, мен сенімдімін деген. Мен сенімді. Сонда ең бірінші сол. Екіншісі, әйел адамға не керек екенін еркек адам түсіну керек. Сөйлесу керек. Сөйлесіп түсіну керек. Іштен түсіну керек. Не керек? Ақша керек біреуге. Барлық әйелдерге ақша керек емес. Бір әйелге сезім керек. Махаббат сезімін көрсету керек. Басқа бір әйелде, мысалы, әр әйелдің талабы әртүрлі дейсіз. Әртүрлі талап, мысалы, әр әйелде. Әйел адамды түсіну керек. Ал түсіну үшін сен әйеліңмен сөйлесу керексің. Күнде кешке бір
жарты сағат шай қойып әйелің айтады, ал айт, бүгінгі күнің қалай өтті, не болды, просто тыңдау керексің. Ол айтады, ешқандай оған өсиет айтпа, ешқандай оған оны түзетпе, оны критиковать етпе, просто тыңда. Бұл өте күшті методика. Барлық еркектерге осыны айтамын. Сол кезде сен әйеліңмен араларыңда эмоционалдық қарым-қатынас болады. Сендер жақындай бастайсыңдар, бір сезім пайда болады араларыңда. 30 минут сөйлесіп отырсыңдар, просто әйел адам 80% сөйлейді, ер адам 20% сөйлейді. Сол кезде сен түсінесің, сен әйеліңе не керек екенін ішіңде түсінесің. Әйел адамның әрдайым денсаулығын қадағалап жүру керек. Ер азаматтың міндеті әйелінің денсаулығын қадағалап жүру керексің. Егер сен әйелің ауыра беретін болса, ода энергия болмайды. Егер әйеліңде ауыра берсе, энергия болмаса, сен энергия қайдан аласың? Сол үшеуін жасасаңыз, хотя бы сол 9-ның үшеуін жасасаңыз, сіздің отбасыңыз жаңа бір деңгейге жетеді. Бақытқа жетеді. Керемет, тамаша, бақытты отбасылар көп болайық. Ең бастысы, бүгін бізге келіп уақыт бөліп біраз мағлұматтар айтқаныңыз үшін алғыс айтқымыз келеді. Өзіңізге сұхбат ұнады ма? Өзіме өте ұнады. Мен де бір алғыс айтқым келіп тұр. Бұл сұхбат ертең көптеген адамдардың өмірін өзгертсе, бір жақсы бір пайдасы тисе, бұл бір менің миссиям деп ойлаймын. Және де сол менің миссиямды жасауға сіздер себепкер болса, соған мың алғыс айтқым келіп отыр. Олай болса, құрметті көрермен, келесі сенбіде аман есен жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Әр күніміз қуанышқа, жақсылыққа толы болсын. Сіздермен бірге болған Айгүл Ысқақ.